Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 122-ші сабақ үстеу тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар қоясың, және де үстеулерді қатыстырып сөйлем құраймыз. Сонымен бірге сөйлемнен үстеулерді табатын боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. 7-ші тапсырма: мәтінді оқы. Наралтай мен Нар ойнап отырып, бір-бірінің болашақта кім болатынын сұрайды. Наралтай: мен ғарышкер боламын, айға ұшамын дейді. Нар: мен де ғарышкер боламын, сен бүгін айға ұшсаң, мен ертең күнге ұшамын дейді. Сонда Наралтай күліп: күннің беті жанып жатқан от қой, оған қонсаң жанып кетпейсің бе дейді. Сонда Нар: мен онда күннің бетіне түнде қонамын деген екен. Мәтіннің авторы Жәди Шәкен. Балалар, мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бер. Ол үшін сенің ойыңша қалай ойлайсың, неліктен сөздерін пайдалан. Балалар, енді сұрақ қоятын болсақ, сенің ойыңша күнге ұшып баруға болады ма? Бұл сұрақтарға өздеріңіздің ойларыңызбен жауап берсеңіздер болады. Екінші сұрақ: қалай ойлайсың, күннің беті жанып жатқан от па? Үшінші сұрақ: неліктен Нәр күннің бетіне түнде қонамын деп жауап берді? Мәтіндегі үстеулерді тауып, мағынасын түсіндір. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Балалар, мәтіндегі үстеулер бүгін, ертең, түнде деген сөздер. Бұлардың барлығы қашан деген сұраққа жауап беріп, мезгіл үстеуінің орнында қолданылып тұр. Есіңде сақта, қашан сұрағына жауап беретін үстеулерді мезгіл үстеулері деп атайды. Мысалы, күндіз оқиды, жаздай демалады. 8-ші тапсырма: мақалды оқып, жадқа жаз. Ерте шықсаң, алдыңнан күн шығады. Кеш шықсаң, алдыңнан түн шығады. Мезгіл үстеулерді тауып, астын сыз. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Балалар, бұл жерде үстеу ерте, кеш, қашан деген сұраққа жауап беріп, мезгіл үстеуі болып тұр. Бұл жерде балалар, ерте сөзі шықсаң сөзімен, кеш сөзі шықсаң сөзімен байланысып тұр. Яғни ерте шықсаң, қашан шықсаң, кеш шықсаң, қашан шықсаң. Осы екі сөз бір-бірімен байланысады. 9-шы тапсырма: сөздердің сыңарын тауып, әрқайсысымен сөйлем құрап жаз. Бұрын, қазір, бүгін, ертең, таң сәріде, кешке, қыстыгүні, жаздыгүні. Балалар, бұл сөздердің сыңарларын мінекей осылай тауып қойдық. Енді осылармен сөйлем құрайтын болсақ: мен бұрын ауылда тұрдым, қазір қалада тұрамын. Бізге бүгін 4 сабақ, ертең апайымыз болмайды. Таң сәріде жерде шық болады, кешке күн салқындай береді. Қыстыгүні малшылар қыстауға көшеді, жаздыгүні шомылуға жиі барамыз. Неге балалар, осылайша біз берілген сөздердің барлығын қатыстырып сөйлем құрап жаздық. 10-шы тапсырма: жасырылған сөйлемді таңбаға сәйкес әріптердің көмегімен тауып оқы және жаз. Балалар, бұл жерде бүгінгі күн, ертеңгі тарих деген сөз жасырылған екен. 11-ші жаттығу: кестені тиісті сөздермен ауызша толтыр және оларды өзара салыстыр. Зат есім кітап нан, сын есім қызыл жасыл, етістік ойнады жүгірді, үстеу кеше ертең. Сөз таптарының ұқсастығы мен өзгешелігін мағынасына, сұрақтарына қай сөзбен байланысатынына қарай анықта, содан өзің тұжырым жаса. Балалар, біз сөз таптарын бір-бірінен сұрақ қою арқылы ажыратамыз. Мысалы, зат есімге біз кім, не деп сұрақ қоямыз. Ал сын есімге қызыл жасылға қандай деген сұрақ қоямыз. Етістік не істеді,
не қылды деген сұрақтар қоямыз. Одан кейін үстеуге қашан деген сұрақтар қоямыз. Осылайша барлығын бір-бірінен ажыратып алады екенбіз. Олай болса, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ түсінікті болса, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.